Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз заманауи ақпараттық қоғамның негізін құрайтын маңызды тақырыптардың бірі интернет технологиялар жайында сөз қозғаймыз. Интернет бұл бүкіл әлем бойынша компьютерлер мен құрылғыларды байланыстыратын ғаламдық желі. Оның көмегімен біз ақпарат алмасып, веб-сайттарды қараймыз, электронды хаттар жібереміз, бейнелер көреміз, тіпті үйден шықпай-ақ қызметтерге тапсырыс бере аламыз. Интернет сөзі Interconnected Networks, яғни бір-бірімен байланысқан желілер деген тіркестен шыққан. Ол 1960 жылдары ақш-та Апранет деген тәжірибелік жобадан басталып, бүгінде миллиардтаған құрылғыларды біріктіретін ауқымды инфрақұрылымға айналды. Интернеттің жұмыс істеу принципі ақпаратты пакеттерге бөліп, оларды желі арқылы адресатқа жеткізуге негізделген. Мұнда бірнеше негізгі элементтер бар. Бірінші, серверлер. Ақпаратты сақтайтын және оны пайдаланушыларға тарататын компьютерлер. Клиенттер. Пайдаланушылардың құрылғылары, мысалы компьютер немесе смартфон. IP мекен-жай. Әрбір құрылғыға тағайындалған бірегей сандық адрес. DNS. Domain Name System. Сайт атауын IP адреске аударатын жүйе. Яғни google.com дегенді жазсақ, ол артқы жағында тұрған IP адреске айналады. Протоколдар. Желідегі құрылғылар қалай сөйлесетінін анықтайтын ережелер. Ең кең тарағаны TCP/IP. Интернеттегі ең кең тараған қызметтердің бірі веб. Бұл www, яғни World Wide Web деп аталады. Ол гипермәтінді құжаттар арқылы ақпаратты ұсынуға арналған. Веб-технологиялар HTML веб-беттердің құрылымын сипаттайды. CSS дизайн мен стильдерді береді. JavaScript веб-беттерге интерактивтілік қосады. Осы үшеуі қазіргі вебтің негізі. Сонымен қатар, веб-серверлер мен браузерлер де маңызды. Браузер біз пайдаланатын құрал, мысалы Chrome, Safari, ал веб-сервер сұранысымызға сай ақпарат беретін жүйе. Бүгінгі таңда интернет арқылы ұсынылатын қызметтер өте көп. Электрондық почта, хат алмасу құралы. Әлеуметтік желілер, Facebook, Instagram, TikTok арқылы адамдар байланысады. Ұлттық технологиялар, Google Drive, Dropbox сынды мәліметтерді интернет арқылы сақтау. Онлайн сауда, Каспи, Amazon сияқты платформалар. Медиа контент, YouTube, Netflix. Қашықтықтан оқу және жұмыс, Zoom, Google Meet, Moodle. Бұл қызметтердің барлығы интернет технологияларының дамуымен мүмкіндік береді. Интернет тек пайда ғана емес, қауіп те. Сондықтан киберқауіпсіздік маңызды аспект. Вирустар мен зиянды бағдарламалар құрылғыға зиян келтіруі мүмкін. Фишинг, жалған сайттар арқылы жеке ақпаратты ұрлау. Кибербуллинг, интернеттегі зорлық-зомбылық. Сондықтан интернетті жауапкершілікпен пайдалану әрбір пайдаланушының міндеті. Қауіпсіздік үшін антивирус пайдаланылып, жеке ақпаратты бөтендермен бөліспеген жөн. Жаңа айтып кеткендей, интернет хаттамаларының түрлері берілген суретте көрсетілген. Сервер мен клиенттің қалай бір-бірімен байланысы және олардың қандай бағдарлама тілдерін қолдануға болатыны, браузер және деректер базасы арасындағы негізгі байланыстар көрсетілген. Ауқымды желі құрылысы. Ауқымды желі бұл бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан көптеген жеке компьютерлердің және ауқымды желілердің бірігуі. Интернет технологияның логикалық элементтері веб-сайт, веб-қосымша және веб-портал. Жоғарыда айтып кеткенде, веб бұл интернет технологияның негізі болып табылады. Сайт жасау үшін ең көп қолданылатын гиперсілтемелік тіл бұл HTML тілі болып саналады және оның негізгі элементтері мына суретте көрсетіліп тұр. Веб-беттер мен веб-сайттар. Веб-беттердің түрлері статистикалық, динамикалық және алдын ала белгісіз сұраныстар бойынша ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар серверге қосымша жүктеме, жай жүктеледі. Бұл кемшілігі.
Веб беттердің негізгі артықшылығы ол алдын ала белгісіз сұраныстар бойынша ақпараттар алуға мүмкіндік береді. Веб қосымша клиент контент және серверлік деп екі бөліктен тұрады. Веб қосымшаның графикалық интерфейсін жобалау. Бұл фронтендте HTML, CSS, JavaScript бағдарламалау тілдерін қолдансақ, бэкэндте мысалы вебте бұл, яғни вебті жасау үшін негізгі қолданатын бағдарламалау тілдері. HTML тілінде веб қосымша жасау үшін біздер қандай командаларды қолдана аламыз? Бұл мына суретте көрсетілген. Ең бірінші жұмыс орнын дайындаймыз. Жұмыс орнымызды дайындау үшін біздерге блокнот, қарапайым немесе нотпад мәтіндік редакторлар қажет болады. Және сонымен қатар оны безендіру үшін бізге фотошоп немесе қабаттар жұмысын қолдайтын кез келген графиктік редакторлар қажет болады. Және үшінші инструмент локалды серверлер. Веб беттің негізгі құрылымы міне мынандай беттің мазмұны, беттің коды, тақырыбы осылардан тұрады. Ең қарапайым веб бет жасау үшін былай етіп жаза аламыз. Интернет бұл жай ғана технология емес. Ол заманауи өмір сүру салтымыздың ажырамас бөлігі. Оны дұрыс түсініп, тиімді пайдалану бүгінгі күннің басты талаптарының бірі. Бүгінгі дәрісте қосымша әдебиеттерді мына сілтемелерден ала аласыздар. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.